шұқырлық Аллахта арым сақтасын, мыңым сақтасын, намазым сақтасын. Сосын сабағымда өлең оңай оқып шығатын шығармын. Нервыма өлең етпей ешқандай алмайлар. Бір кетті ма? Екі. Сосын өйстіп қатты қорға бермеу керекпін да менше. Үш. Сосын не? Қазір сабақтан алып шықсам вообще үшінші. Бұл моральный бірінші себеп болса. Мақсаттар жоқ, морально морально неде? Моральный себептер қазір аз болып тұр, бірақ табылатын шығар. Ақиқаты дұрыс болып тұр. Және де өмірім үшін де солай болып тұр. Психикам үшін бірінші, екінші өмірім үшін дұрыс болып тұр. Мен осынша менше іспен не істейін? Морально істеуім керекпін де сонша. Жоқ, морально солай өмір сүруім керекпін де. Бірақ жігіттік намыс дегеннен кейін ол бөлек те ол. Өте көп адам андай бақылаушыларды. Олар тарихтағы сақ ел емес қой. Сақ ел емес. Оған неше? Осыдан тырысайын, және де сатсын деген онда тырысайын. Ол адамдар білмейді. Адаммен сөйлесу деген ең азапты нәрсе. Адаммен сөйлеспеу деген. Қалай сен ер жігіттік намыс сенде етер қойып, адамды сасық намысқа сендіріп қоясың. Бисмиллах субханаллах. Аллах тағала арым сақтасын, иманым сақтасын, намазым сақтасын. Сол сабақтан тырысайын солай. Ол ситуация мен ойнатпай қойсын. Өзімнің басымдағы